Ерекше тағам түрі жаппасай немесе шымшыма дайындаймыз. Қайнатылған 1 жылы стакан суға тұзымызды, жұмыртқамызды салып араластырып, алдын ала ергежектен өткізілген ұнымызға суымызды аз-аздан құйып, тесто дайындаймыз. Тестомыз қатты болу керек. Оның бетіне пищевой пленканы жауып, бөлек алып қоямыз. Көкөністерімізді тураймыз, пиязымызды, болгар бұрышын, сәбізімізді, картошкамызды видеода көріп тұрғандарыңыздай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Одан кейін чесногымызды майда етіп тураймыз. Дайын болған көкөністерді бір шетке алып қоямыз да етімізге кірісеміз. Етімізді де видеода көріп тұрғандарыңыздай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Алдын ала қыздырылған қазанымызға сұйық майымызды құйып, еттен бастап қуырып аламыз. Жақсылап қуырылған еттің үстіне пиязымызды, болгар бұрышын және сәбізімізді салып, баяу отқа қойып бұқтырып аламыз. Оған дейін дайын болған тестомызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп, жақсылап жайып шығамыз. Қамырдың қалыңдығы орташа болу керек. Жайып болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды құйып, бүкіл жеріне жақсылап майымызды жағып шығамыз. Одан кейін 4 бұрышты етіп, көлемі орташа болу керек. Жақсылап кесіп шыққаннан кейін, осы 4 бұрышты етіп туралған қамырларымызды тарелкаға салып, бетін пищевой пленкамен жауып, бір шетке алып қоямыз. Подливымызға тұзымызды, лавр жапырағын және өзіміздің сүйікті дәмдеуішімізді, картошкамызды салып, 10-15 минутқа бұқтырамыз. Томатты салып болғаннан кейін араластырып, осылайша тесталарды бетін жауатындай етіп салып, қайнаған ыстық суымызды бетін жауып тұратындай етіп қана құйып, 40-45 минутта баяу отта бұқтырамыз. Осымен біздің тамағымыз дайын. Ас болсын!